Бұл тағамда азық та болмайтын заттарға құмарлық негізінен жүкті немесе емізілу кезде орын алады. Бірақ құрсағында бала болмаса да кенеттен бор, кесек немесе кальций карбонатын жегіңіз келіп тұрады. Бұл қарныңыздың ашқаны емес, ағзаға қандай да бір минералды заттың дәруменнің жетіспейтінін білдіреді. Жалпы бұл заттарға құмарлық қандай қауіп туралы белгі береді? Алдымен осыны анықтап алайық. Ағза темір тапшылығына ұшырағанда үлкен күйзеліске тап болады. Бірден гемоглобиннің деңгейі төмендейді. Адам қуарып, сұрланып кетеді. Тері жарылып, құрғай бастайды. Тіпті тамаққа тәбеті де тартпайды. Қаназдыққа шалдыққан адамның қуаты болмайды. Үнемі өзін шаршау сезінеді. Ашуланшақ болады, әрі ештемеге құлқы соқпайды. Кей жағдайларда жүрек қағысы жиілеп кетеді. Қаназдықтың салдарынан адам ағзасы тамақты емес, керісінше борды, кесекті, кальций карбонатын қажет етеді. Мұның алдын алу үшін жалпы қан сараптамасын жасату керек. Дәрігермен ақылдаса отырып, емделу жолдарын қарастыру шарт. Қаназдық қайсы адамға болса да қауіпті екенін есте шығармаңыз. Әсіресе жүкті аналарға денсаулықтарына өте мұқият болу маңызды. Қан аз анадан дені сау баланың туылуы екіталай екенін ескеріңіз. Ағза тап осы минералды затқа зәру болса, онда жоғарыда аталған заттарға аңсары ауып тұрады. Кальций элементінің жетіспеуі ең алдымен бауырға зиянын тигізеді. Одан бөлек шаштың, тырнақтың, тіс пен сүйектің саулығына кері әсер етеді. Ағзаңыз С, Д, Е дәрумендерін қажет етсе, міндетті түрде қабылдаңыз. Әйтпесе шашыңыз түсін жоғалтып, сынғыш келеді. Тырнағыңыз жұқарып, екіге бөлінеді, ал тісіңіз бен сүйегіңіз өз міндетін дұрыс атқара алмайды. Кейбір эндокриндік аурулар да ағзадағы кальцийдің тез жойылуына ықпал етеді. Сол кезде адам ағзасы борды, кесекті қажет етіп тұрады. Бұл жайсыздық қалқанша без ауруларынан айыққан соң басылады. Ол үшін эндокринолог дәрігерге тексеріліп, қажетті ем шараларын жүргізіңіз. Жүкті аналарымыздың 60-70%-ның қалтасынан немесе сөмкесінен міндетті түрде табылатын бұл заттарды шектегеніңіз дұрыс. Борда, кесекте сізді уақытша құмарлықты басқанымен басқа ағзаға зиянын тигізеді. Нақтырақ айтқанда, бауыр, бүйрек пен ішектің жұмысына кері әсер етеді. Салдарынан іш қату, қыжыл, жүрек айну мазалайды. Сондықтан да өзіңізге де балаңызға да ешқандай пайдасы тимейтін зиянды заттан арылыңыз. Ол үшін дәрігердің көмегіне жүгінесіз. Сізге терапевт дәрігер қандай ем алып қауіптің алдын алуға болатынын айтады. Білесіз бе, адамға бәрінен де бұрын ненің қауіпті екенін. Адам ұзақ ем алып, аурудан айығады, жарасы жазылады, бірақ тәуелділіктен құтыла алмайды. Сіз ағзаның уақытша талап еткен құмарлығын басу үшін жүкті кезде кесек жедіңіз, бірақ балаңыз 5-ке келгенде де қалтаңыздан кесек тастамайсыз. Бұл сіздегі мұқтаждық емес, оның орнын тәуелділік басқан. Сіз уақыт озған сайын кесекке тәуелді болып қалдыңыз. Ал кей адамдар күйзелістен арылу үшін кальций немесе кесек бор жейді. Біраз уақытқа жаныңызға рахат бөлейтін болар, бірақ уақытша екенін ұмытпаңыз. Бір күнде бір келі кесек жесеңіз де күйзелістен арыла алмайсыз. Есесіне бір немесе бірнеше дертті қоздырасыз. Қатты қажет еткен бұл заттарды асқабақ дәнімен, жаңғақпен, жеміспен айырбастауға болады. Бұлар ағзаның құмарлығын баспайды, бірақ алдастырып ұмыттырады. Сонымен біз борды, кальций мен кесекті қандай жағдайда қажет ететінімізді білдік. Сондықтан да қан аздықтан, қалқанша без ауруынан, тәуелділіктен, кальций тапшылығынан арылу үшін іздейтін бұл заттарды жеуде түбегейлі тоқтатайық. Оның орнына ағзамызды кальций, темір, фосфор элементімен түрлі дәрумендермен байытайық. Дәрігер тағайындаған емнен де бас тартпайық. Егер сізді қаназдық мазаласа, құрамы темір элементіне бай тағамдарды үзбей жеңіз. Егер бауырыңыз ауыратын болса, кесекті, борды мүлде ұмытыңыз. Одан бөлек ащы, майлы, тәтті тағамдарды да шектеңіз. Егер қалқанша без ауырса, міндетті түрде эндокринолог дәрігердің кеңесін алыңыз. Темір элементіне және кальций элементіне бай тағамдарды видеоның астына описанияға қалдырып кетемін. Егер аталған заттарды артығымен жесеңіз, асқазан ішек жолдарының жұмысы бұзылады.
іш қату, жүрек айну, қыжыл мазалайды. Өкпе, бауыр мен бүйректің жұмысы баяулайды. Ұйқы безінің бұзылуынан қант диабеті ауруы асқынады. Ендеше қауіптің алдын алу үшін құмарлықты басу керектігін ұмытпаңыз. Ағзаңызды сау күйінде сақтағыңыз келсе, сақ болғаныңыз дұрыс. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео пайдалы болса лайк басып, каналыма жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.